2019 жылдың 22 қаңтарында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Ұлы дала тұлғалары орталығы қоғамдық кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Университет ректоры профессор Такир Балықбаевтың төрағалығымен өткен жиынға кеңес мүшелері, белгілі ғалымдар, жазушы және академиктер қатысты. Күн тәртібінде қаралған негізгі екі мәселе жаңадан құрылған Ұлы дала тұлғалары орталығының негізгі міндеті мен атқаратын қызметін айқындап, жоғары оқу орнына енгізілетін тұлғатану пәні туралы пікір алмасу. Шындығында бұл жайдан жай жасалмайды, ғылым жасалғаннан кейін ол ғылымның нәтижесі ол студенттерге берілуде. Пән ретінде, сабақ ретінде. Сондықтан біз қазір осы ендігі келесі ойымыз тұлғатану пәнін болды. Тұлғатану пәнін жасап, сол пәнді одан кейін студенттерге берді. Жаңа оның кейбір идеяларын профессор Нәбиева айтты. Менің ойымша оны алдағы уақытта қарап көреміз деген ойымыз бар. Сондықтан осымен сұрақтардың айналасында қазір пікір алмасып, өзіміздің ойларымызды, ұсыныстарымызды көрсетіп отырмыз. Кеңес отырысына қатысушы ғалымдар бір-бірінің ой-пікірлерін тыңдай келе, өздерінің көкейінде де жүрген көзқарастарын жеткізіп жатты. Оның ішінде Ұлы дала тұлғалары орталығының тарихи қажеттілігі мен маңыздылығы, келешек ұрпаққа берер тағылымдық тәрбиесі жайлы да айтылды. Ал тұлғатану пәнін енгізу жолындағы алғашқы қадамның қандай болуы керек деген сауалға қатысты жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нағашыбек Қапалбекұлы бірнеше ұсынысын ортаға салды. Мысалы, мына ұлы даланың ұлы тұлғалары жайлы зерттеулер жүргізіп, ғылыми еңбектер жазу. Бұл енді бұрынғы жазылғандарға қосымша, егер де болса, мысалы, екі докторант, екі магистрант, ұлы далалар көбейтеміз бе, нақты бір тұлғаларды беріп, оның көп зерттелмеген, соның көмектесіп осы орталық, соның аяғына шейін шығарсақ. Бұл бір нағыз ғылыми ұлы тұлғалар орталығының бір жемісі болар еді. Екінші, мына ұлы дала тұлғалары атты ғылыми көпшілік тарихи танымдық журнал шығару керек. Өйткені халыққа бәріне таратуымыз керек қой. Таратып беріп отыратын, осындай бір не қылып отыратын бір журнал шығарса. Журнал арқылы содан кейін тарихи тұлғалар туралы мақсатты ғылыми зерттеулер жүргізу үшін экспедицияға, іссапарға шығып тұру керек. Сонымен қатар қатысушылар зерделі көлемді еңбектер жазып, танымдық дәрістер де ұйымдастыру қажет деген пікір білдірді. Алдағы уақытта қоғамдық кеңестің бірінші отырысының қорытындылары бойынша нақты іс-шаралар жоспары қабылданып, ол кезекті жиында бекітілетін болады.